Біздің өтетін тақырыбымыз жүрек, жүректің үлкен және кіші қан айналым шеңбері мен жүректің өткізгіштік жүйесі. Жүрек бізде 4 камерадан тұратын орган болып келеді, яғни оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ жүрекше, сол жақ қарынша болып келеді. Жүректің үш қабаты болады. Сыртқы қабаты эпикард, ортаңғы қабаты миокард және де ішкі қабаты эндокард деп аталынады. Жүректе миокард қабаты қалың болып келеді. Жүректің жиырылуы осы миокард бұлшықеттік қабатының әсерінен іске асып отырады. Енді біз жүректің үлкен және кіші қан айналым шеңберіне тоқталатын болсақ, мына суретті көбісі негізі дұрыс түсінбей жатады, және де мектептің тілімен жаттап алады. Яғни кіші қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ қарыншадан басталып, кешірім өтінем, сол жақ жүрекшеден бітеді, ал үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеге келіп құяды деп жаттап алған болатынбыз. Енді бұл суретті толықтай түсіндірейік. Міне жүректің айтып өткеніміздей, оң жақ жүрекшесі, оң жақ қарыншасы. Біздің ағзамызға тамақ арқылы бізде тамақ арқылы деппін ғой, құдай-ау. Ауыз арқылы асқазанға тамақ түседі. Одан кейін біздегі асқазандағы тағам венаға сіңіп, вена порте арқылы, яғни қақпа венасы, бауырда қақпа венасын білетін болсаңыздар, сол арқылы төменгі қуысты венаға, вена кава инфериорға келеді. Вена кава инфериор ол қанды былай жоғары қарай көтеріп, төменгі қуысты вена оң жақ жүрекшеге құяды. Ал жоғарғы қуысты вена, вена кава супериор, мына біздің басымыздан, қолымыздан қандарды жинап алып келіп, жоғарғы қуысты вена ол да оң жақ жүрекшеге құяды. Мына екеуі оң жақ жүрекшеге құяды да, құйылған қан ары қарай бізде оң жақ қарыншаға түседі. Оң жақ қарыншаға түскен қан мына жер жабылады, сосын систола кезінде қатты қысыммен жабылған кезде ол қан бізде ары қарай өкпе сабауына барады. Өкпе сабауында бізде адам тынысты не үшін алып шығарады? Себебі оттегі мен көміртегіні алмастыруы қажет. Мына жерге бізде мұрын арқылы оттегі түседі. Сөйтеді де ол жерде қанды бағанағыдай оттегі қаныққан қанға айналады. Ал мына жақта келген қан ағзамыздағы көмір қышқыл тынысты сыртқа шығарғанда деп деммен шығып кетеді. Ары қарай оттегі қаныққан қанымыз өкпеден шығады да, біздегі айтып өткен бағанағы сол жақ жүрекшемізге келіп құяды. Сол жақ жүрекшемізге келген қан ары қарай сол жақ қарыншамызға түседі. Сол жақ қарыншадан түсіп, осыдан былай шыққан кезде бізде аорта тұр. Ең үлкен артерия, яғни аортаға қатты қысыммен айдалып, бүкіл біздің ағзамызға тарайды. Бүкіл ағзамызға тарап, бағанағы процесс қайтадан қайталана отырады. Мінекей, көбінесе осы суреттер бізге түсініксіз болып жатады. Вена бір бөлек, аорта бір бөлек орналаспайды мұны. Қан келеді, барлығын қанмен қамтамасыз етеді, сөйтеді, қалған венаға қарай өтіп апарады. Сөйтіп қайтадан оттегі мен көмір қышқылын шығарып отырамыз. Енді біз мына жердегі нелерге келейік? Қақпақшаларға келейік. Мына суретте нормально сияқты. Қақпақшаларға келейік. Бізде жүректе екі қақпақша болады. Яғни митральды қақпақша, митральды қақпақша, қос жармалы қақпақша деп аталынады қазақшасы. Бұл сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында орналасқан болып келеді. Және үш жармалы қақпақша, трикуспидальды қақпақша, бұл оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасында орналасқан болып келеді. Бұл қақпақшалар не үшін қажет? Қақпақшалар қанды кері қарай кетуі, яғни регургитация болмас үшін керек болып табылады. Бұл қақпақшалардың адам ағзасында екі түрлі өзгерісі болуы мүмкін, яғни туа біткен жүре пайда болған, яғни бұл қақпақшалардың стенозы, яғни мына қақпақша бүйтіп жабылып қалған, арасынан кішкентай ғана қан жай сыр
етіп жай ағатын болып қалады. Немесе жеткіліксіздігі, яғни қақпақша толық жабылмайды да қан үнемі артқа былай кетіп отыра беретін болады. Енді бізде және де өкпе сабауы мен аортада да клапандар болады. Бұл қан бағана қатты қысыммен айдалған кезде кері кетпес үшін тағы орналасқан болып келеді. Өкпе сабауында өзінің клапаны, аортада өзінің клапаны болып келеді. Айтып өткеніміздей, қанды кері қарай жібермес үшін орналасады. Енді бізде жүректің өткізгіштік жүйесіне келетін болсақ, мына гифте өте жақсы көрсетілген. Жүректе бізде өткізгіштік жүйесі жүректің жиырылуы үшін керек болады. Яғни бізде ең бірінші синус түйіндерінде импульс пайда болады. Синус түйіндерінде пайда болған импульс атровентрикуларлы түйінге барады. Ары қарай ол гис будасына барып, гис будасының оң аяғы, гис будасының сол аяғы Пуркине талшықтарына дейін жалғасып кетеді. Бізде мына жерде айтып тұрғанымыздай, бағанағы синусты түйін Бахман түйіншесіне, одан кейін Венкебах, Тарел түйіншесіне барып, былай қарай кетіп, осы екі жүрекшені импульс деп алады. Одан кейін олар қайттан жиналып, бағанағы атровентрикулярлы түйінде қайтадан жиналып, ары қарай гис будасына береді. Гис будасының оң аяғы, сол аяғы. Гис будасының сол аяғында негізінен бағанағы тармақшалар өте көп болады. Себебі бұл жақта жүректің сол жақ қарыншасы, миокарды өте қалың болып келеді. Сол үшін оны қалың болып орналасқан болады. Енді бізде тағы айта кететін жағдай, ол осының ішіндегі қысымдар, яғни систола, диастола кезі. Систолалық қысым бізде 120, диастолалық қысым бізде 80 болып келеді, 120-да 80. Бұл негізі кітап бойынша норма, бірақ әр адамда ол индивидуально, яғни жеке-жеке болып келеді. Мысалы, кейбір адамдарда осы систола, диастола кезіндегі қысым 90-да 60 болуы мүмкін, яғни систоласы 90, диастоласы 60. Егер ол адамның қан қысымын өлшегенде 120-да 80 болып тұратын болса, біз норма деп айтпаймыз. Ода уже гипертензия болып жатыр деген сөз. Сол үшін әр адам келген кезде сіздің қалыпты қан қысымыңыз қаншалықты үнемі қысыммен жүресіз деп сұрап алған жөн болады.